Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 107 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз 11-ден 20-ға дейінгі сандар. Бірінші, бақшадан қанша килограмм қызанақ пен қияр жинады? Тапсырманы орында дейді. Суретпен қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр. Қысқаша жазылуы бойынша кері есептер құрастыр дейді. Бірінші есепке қарайық. Қызанақ 12 килограмм, қияр 8 килограмм. Барлығы неше? Шешуі 12 қосу 8 тең 20. Барлығы жауабы 20 килограмм көкөніс бар екен. Келесі қысқаша жазылуы бойынша кері есеп құрастыр деген. Бұл жерде қияр 8 килограмм және қызанақ белгісіз 4 килограмм артық. Олай болса, шешуі 12 азайту 8 тең 4. Сонда қызанақ 4 килограмм артық екен. Екінші, сұлбасын дәптерге салып, оны толтыр. Есепті шығар дейді. Бақшаға 15 түп қызанақ пен 5 түп қияр отырғызылды. Барлығы қанша түп көкөніс отырғызылды? Кері есептер құрастыр. Шешуі 15 қосу 5 тең 20. Сонда барлығы 20 түп көкөніс отырғызылған екен. Екінші есепке назар аударайық. Есепте өзара байланысты өрнектер құрастыр. Бірінші, біз бұл жерде есептің бірліктерін қосып аламыз. Одан кейін барып ондықтарды қосып есепті шығарамыз. Төртінші есеп, бірінші бағынға қосындыларды, екінші бағынға айырмаларды жаз. Олардың мәнін тап дейді. Бірінші бағынға қосу амалдары, яғни қосынды есептерді шығарамыз. Екінші қатарға айырма есептерді шығарамыз балалар. Бесінші есепті шығар. Қызанақтарды дөңгелектермен белгіле. 3 түрлі қызанақты қатарға қалай әртүрлі орналастыруға болады? Әртүрлі нұсқаларын сал дейді. Есепті шығарамыз балалар.